Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде Ойсара. Бүгінгі студиямыздың қонағы Замандастар вокалды инструменталды ансамблінің әншісі Сәбит Мұқанов. Қош келдіңіз, Сәбит аға. Ассалаумалейкум. Сәбит аға, енді өзіңіз бүгінде ансамбльдің әншісісіз. Қай жылдан бастап ансамбль құрылды, жалпы қанша топта қанша адам бар, сол жайлы айтып өтсеңіз. Замандастар тобы құрылғанына 3 жыл болыпты. Мен былтыр күзде Аягөзден әскери оркестрдан пенсияға шығып, зейнетке шығып, Алматыға көшіп келдім. Содан Нұрлан деген жігітпен таныстым. Нұрлан деген жігіт, сөйтсем, бұл Замандастар деген топ бар екен, өзім жаңа неден көрдім да. Әлеуметтік желіден көріп отырып, сол арқылы танысып, Нұрлан Ташып деген бауырымызбен. Содан барып жолығып, бұлар барабанщик іздеп жүр екен. Мен өзім барабанщикпін ғой. Бала кезімде барабанды ойнағам. Әскери оркестрда да барабанды ойнадым. Содан барып, Нұрекеңмен жолығып, Замандастар тобында барабан ойнап беріп көрсетіп, өлең айта аласың ба деді. Я, мен әншімін, өзім ақырын әнші қарам деп. Онда сен бізге әнші бол деп қолқа салып. Содан Замандастар тобында әнші болып жүрмін. Керемет. Енді Сәбит аға, Замандастар деп тобының аты айтып тұрғанда, енді бір жылғылар деп айтсақ болады, сонда жалпы жас ерекшелік бар ма топта? Замандастар деп енді аты айтып тұр. Үлкеніміз 68 жылғы жігіттер, кішісі мен 72. Өзіміз Замандастар болып, сонымен Замандастар тобы ән салып, ескі әндерді жарыққа шығарып. Бүліңізше енді таза сол ретро әндерді, 80-90 жылдарға әндерді орындайсыздар. Сол әндерді. Жақсы, керемет. Енді Сәбит аға, өзіңізге тоқталып өтейік. Жалпы қай жылдан бері осы әнмен айналысып келе жатсыз? Мен бала кезімнен, оқушы кезімнен осы әнге құмар болдым өзім. Инструмент, ол кезде инструмент те жоқ қой, қызығып телевизордан көріп. Содан мектепте жүрген кезімізде 71 жылғылар бізден бір класс жоғары Тәшібаев Сүйеніш деген ән күйден сабақ беретін ол кісі. Содан сол гитаралар алып келді Дом культурадан ба. Содан барабан құрап алдық өзіміз. Қанат, Данияр, Тимур деген жігіттер 71-лер болды, мен 72. Содан құрдық, олар мені тартты. Мен әнші болып жаңа барабанды отырдым. Ән айтам, және барабанда отырып, барабан ойнайым. Сөйтіп, мектеп бітіріп, Дом культураға ауыстық, жаңа төртеуміз. Дом культурадан ары әскерге кеттік, әскерден келсек, Дом культурамыз жабық. Содан 94-тен 2004-те шейін әкеме көмекші болып мал бақтым Құмда. Сағабен деген ауыл, Талдықорған облысы, Ақсу ауданы. 10 жыл әкеме көмектестім, мал бағып жүріп, өлең айтып жүріп, өнерімді тастаған жоқпын онда да. Содан 2004-те Аягөзге ауыстым. Ауысқанда әпкем істейтін Аягөзде, 68 жыл. Сол кіші, Сәбит, сен келсеңші мына жақта, өнерің бар еді ғой, мына жақта әскери оркестр бар екен деп қолға салғаннан кейін Аягөзге 2004-тің күзінде документін жинадым да Аягөзге бардым. Аягөзге барсам, оркестрда орын жоқ. Одан кейін батальон связға кірдім, өзім связист болып служит еткен ПВО-да. Содан 1-2 жыл жүріп, оркестрға ауыстым. Оркестрда әнші болдым, онда 810 әскери бөлімінде болдым Аягөзде. Сол жерден білмегенімді үйрендім, тағы да сол жерде жақсы жігіттер бар, шығыстың жігіттері. Содан 2019-да оның арасында да көп концерттер болды, конкурстар болды, ол жерде жүлделер алдық, оркестр болып, ұжым болып, үрмелі оркестр дейді ғой. Содан 2019-да зейнетке шығып, Аягөзде Алға деген топ құрдық біз. Осыны вокалды, инструменталды ансамбль. Алға деген. Ол жерде
Дұрысбаев Мақсат деген гитарист жігіт бар, әнші. Sen барабанда ойнайтын үлкен кісі бар, бір кісі. Бала кезінен барабанда ойнап келе. Сол үшеуміз, Дастан деген жігіт бар, аягөзде оркестрдан төртеуміз тағы бір топ құрдық о жақта. Топ құрып екі жарым жыл жүрдім. Бірақ енді маған көшу керек болды. Алматыға өзім туған жағыма. Одан о жақта жігіттерге қалдырып, о жаққа кеп, Замандастар деген топқа танысып, Замандастар тобында ән салып жүрміз. Сондай. Бәрекелді, жақсы. Енді Сәбит аға, жалпы өзіңіз арнайы біліміңіз жоқ, иә, негіз музыкадан, әннен, иә. Былайша айтқанда өзіңіз үйреніп осы әншілік өнерге, жалпы бұл музыкалық өнерге өзіңіз келгенсіз. Енді қарап отырсақ, ол жылдары ұялы телефон жоқ, әлеуметтік желі деген жоқ, иә. Енді арнайы оқу орнын бітірмедіңіз, жалпы гитараны қалай үйрендіңіз? Гитараны 6-шы класс па, 7-шы класс оқимын. 71-де Жомарт Болат деген Сағабен ауылының жігіті болды. Ой, гитара ойнағанда енді сілекейіміз ағып отырады ғой, бала ойнаған кезде. Лагерде жүрміз. Енді құрдаспыз ғой, бірақ жас. Аккорд үйретші дейміз ғой. Өсім Сабыржан деген бір құрдасым бар. Мазақтайды. Олар біледі гитараны ойнайды. Мен білмеймін. Қалай ұстадым да білмеймін. Аккорд деп мазақтайды маған. Соң кейінен мынаны мен қалай үйренгенімді көрсетіп жіберейін ба? Гитара ол кезде союздікі мынандай грифтары жуан кішкентаймыз өзіміз. Саусағымызда қысқа. Былай ұстасақ былай дауыс шықпайды, ойнасақ. Одан мына саусақты бүйтіп алып аламын. Көрем ғана саусақтар мына мен ұстайтын. Мен бүйтіп қоямын да, мына мен бүйтіп басып дауыс шығарып аламын. Мынаны бүкпей үстіп алып келемін де қайтадан қоямын. Дауыс шығарамын. Сөйтіп әйтеуір терлеп, тепшіп жүріп, 1-2 жылда үйрендім. Онда ең алғаш итальян бір өлеңі бар еді. Болат деп айтып отырмын ғой, Жомарт Болат. Дауысы да жақсы еді, өнерге жақсы еді марқұм. Сол Фигара деген бір өлең бар еді итальян. Ең бірінші содан үйреніп едім, сол Болат деген жігіттен лагерде. Содан ақырын ары қарай уже өзім өнер тәжірибелі жинала берді, анадан бүйтіп. Сонымен жаңағы мектепте құрдық деп отырмын, содан кейін мектепке келіп ансамбль құрдық. Бәрекелді. Тамаша. Енді Сәбит аға, өзіңіз ән жазасыз, иә? Қоржында қанша әніңіз бар? Қоржында 7-8 әнім бар, бірақ енді студияда жаздырғаным әскери аруларым, алыстағы сүйгенім, ауылым саға бүйенім, офицерлер. Осы 4-еу ғана жазылып тұр студияда. Енді қалғаны сол бұйырса болашақта жазамын деген ойдамын енді. Бәрекелді. Тамаша. Енді Сәбит аға, өзіңізге бір қолқа салып, авторлық әніңізден бір орындап берсеңіз. Орындап берейін. Ауылым саға бүйенім деген шығыстың жігіттері оркестрда Дайырбаев Ерлан ән жазған. Сөзін жазған Байжұманов Қазбек деген жігіт. Соны орындап берейін. Бір қысқа нұсқа. Сағаның ескен самалын, сағына еске аламын. Туған жерменде арман жоқ, бір тисе саған табаным. Ауылым саға бейенім, басымды саған иемін. Көк аспанмен ұштасқан, көк ұятауым киелім. Келгенде шіркін ауылға, бауырды басып бауырға. Жусанның жотып жопарын, қыдырып қайтсақ тауына. Ауылым саға бейенім,
басымды саған иемін, көк аспанмен ұштасқан, көк атауым киелім, ауылым саға биемін, басымды саған иемін. Бәрекелді, тамаша. Керемет, Саға биенің ауылына деген бір сағыныш қой. Иә, кішкене алыстау жүрдік та, содан жаңа жігіттерге қолқа салдым ғой. Ол қандай не бар дейді, осылай бізде тауымыз бар, осылай өзеніміз бар деп, мен түсіндіріп, қайырмасын мен өзім 2 жыл бұрын жазып жүргем, қайырмасын ғана. Куплетін шығара алмай жүріп, жаңа Байжұман Қазыбек деген бауырыма қолқа салып жүріп, айтып жазып шығардық. Керемет, тамаша. Одан бөлек жаңа бүгінде жаңа ән жазып жатырмыз дедіңіз, иә? Бағана сұхбатқа дейінгі бір әңгіме барысында айтып қайттыңыз, Дінмұхамед Қонаев атамызға арналған ән деп, иә? Енді сол жайлы айтып берсеңіз. Димаш ата деген. Ол біз енді алдық та тексті жаңа композитордан. Енді оны қарап айтып бермесем сөзіне. Жалпы енді ол ән жалпы қалай шығып жатыр, сөзін кімге жаздырып жатсыздар, сол тарих жайлы айтып өтсеңіз. Әні Талдықорғанның жігіті Сәулет Иманов деген ақын жігіт екен өзі. Оны да желіде таныстық ол жігіт. Әлі бұлай көрген жоқпыз. Содан осы мына бір әнді айтсаңызшы, Сәбит бауырым дегеннен кейін, енді сол замандастар тобына келіп, соны енді қолға алып отырмыз қазір. Кешегі Нұрлан бар, өзіміздің жетекшіміз Ташып. Сол енді қолға алып отырмыз, осы бір айдың іші болып қалды. Құдай қаласа жарыққа шығады. Оны біз 4 адам айтамыз. Замандастар тобында 2 әнші қызымыз бар. Содан мен, Нұрлан, 4-еміз қосылып, жаңыз айтқанша 4-еміз бірақ айтайық деп, соған дайындап отырмыз. Керемет. Бұл әлі ешқай жерде шырқалмаған. Ешқай жерде шырқалмаған әлі. Енді әрлеп отырмыз. Енді бір қайырмасынан бір қысқаша бір орындау. Сол қайырмасынан енді сол текст болмаса айтамай тұрмын. Сол енді келді да тексті мен өзім кеше осында келетін болғаннан кейін ғана алдым текстін. Қазақтың бір қыраны қалықтап толқындады, халқыңның кеудесінде жүрек боп солқылдады, әлемде атың аңыз, біз сені сағынамыз, ісіңді үлгі тұтып, ізіңе табынамыз. Димаш аға, Алаштың ардақ толып, Димаш аға, көгілдір от жұлдызым алаулаған, жарқыра жер бетіне сыймасаң да. Димаш аға, Алаштың ардақ толы, Димаш аға, көгілдір от жұлдызым алаулаған, жарқыра жер бетіне сыймасаң да. Димаш аға. Осылай енді әрлеп жатырмыз, ансамбльге қосып осы әнімізді. Бәрекелді. Димаш аға деген керемет туынды. Енді расымен бұл енді өзіңізден әлеуметтік желілерден көреміз, оның ішінде TikTok желісінде өзіңіздің туындыларыңыз, жалпы одан бөлек сонау кезінде сол 80 жылдары, 90 жылда алғаш айтқан әндерім деп салып қойыпсыз. Сол жайлы айтып өтсеңіз. Наурыз көктем әні ол. Наурыз көктем әні. 88 жазында Марат ағамыз біздің ауылға келді. Алғаш режиссерскийді бітірген кез екен Марат ағам. Бізде Саға Самалы деген, Саға Сазы деген ансамблі болды ауылда, жаңағы Вия дейді ғой. Оның жетекшісі Айтып Азамат болды. Сонда келді. Енді жазда демаламыз ғой. Бір күн үйге жіберіпті бір баланы. Сіз Азамат аға шақырып отыр. Оқушымыз ғой мен. Соны Доңгүлтараға барсам,
бір жігіт, мұртты жігіт, жап-жас жігіт, шашты ортасынан қайырған. Танымаймыз. Солай амандасып, Марат деп таныстым, мен Сәбит деп таныстым. Солай бір әнім бар еді, Наурыз көктем деген. Бірінші сіздерді тыңдайықшы, эстрадаларыңыз бар екен. Соны біз, ол кезде Союз кезі біз фристайл өлеңдерін айтамыз ғой. Соны біреуін айтып бермек. Болды. Сәбит, міне Наурыз көктем деген ән. Деді, партитурасын бәрін сөзімен текст тастап кетті. Соның күзінде шақырды телевизияға. Мәкең сөзінде тұрды. Ең алғаш сол Наурыз көктемді телевизияда 88-дің күзі шатаспаса, сонда орындадым мен. Ол кезде 15-16-тамын ғой, жас бала едік ол кезде. Сөйтіп жарыққа шығардық Марат ағаның өлеңін. Ең алғаш орындаушысы мен болатын. Одан кейін кісілер айтып келді ғой кейіннен. Бәрекелді. Тамаша, енді Сәбит аға, енді ансамбльге қайтадан ойыссақ, жалпы ансамбль болып қазір қай жерлерде өнер көрсетіп жүрсіздер? Қазір сол мәдениет, Қаскелең мәдениет үйінің жанынан құрылған ансамбль ғой бұл. Мен сонда штаттамын сол жерде. Сол мейрамдарда концерт өнер көрсетеміз сол жерде тірідей. Енді ретро әндерді жалпы енді Қазақстан бойынша сапарға, жаңағындай гастроль дейді ғой, шығу жоспарда бар ма? Жоспар бар, сол шықсақ па деп кеше Нұрекеңмен ақылдасып жүрміз. Осы күзге таман. Көктемде біз Талғарға барып қайттық, осындай сапармен Талғар, соның Қарағаш, Бесағашқа да барып қайттық концертпен. Концерт болғанда шақырды, бір 5-6 номер орында жаңағы таныстарымыз ғой. Сол өзінің жаңағы концертін берді, соның арасында бізде қосылып, соң кейін Талғарға да барып қайттық. 80-ші жылғыларда дискотека өткізіп қайттық. Қандай керемет. Ан жерде таң қалғаным, бір 2 жеті бұрын ба, 10 күн бұрын ғана жібердік афишаны. 70-80-дегі апалар келіп аптан дейді. Қандай риза болып қалдық, көңіліміз толып. Сол кездегі кісілер ғой, сол кездегі өлеңдерді айтып бердік. Сол Досым Қасанның, Ласково Майдың, өзіміздің қазақи әндерді қостық арасына. Сөйтіп дискотека өткізіп беріп, риза қайттық Талғарды. Одан енді күзде жазда кішкене демалыс, ан жақтан мұнан ән іздеп жатырмыз. Күзде бұйырса шығамыз, Құдай қаласа. Сәбит Әжібайұлы, енді жалпы ансамбльге қолдау білдіріп жатқандар бар ма? Әзірше қолдау білдірген ешкім байқалмайды. Біз өйткені жаңағы мәдениеттің ішіне құрылған адам ансамбль ғой, көрдіңіз ба? Соның әзірше ондай жоқ. Әзірге ондай ұсыныстар түспеді, сіздерді жалпы қаржыландырып, қолдау көрсетіп, жаңағындай ондай көрмеді. Жалпы енді спонсор іздеу деген жалпы өздеріңізде болмады ма? Қарастыру, жалпы бір жетекті тағайындап? Жоқ, ондай ойламаппыз. Өзіміз айту, кешке шейін соны бір қазақша өлең келеді, соның ойбайынан жаттау керек тез-тез деп, сонымен жүреміз енді көбінесе. Уақыттығыз, иә. Жақсы. Енді Сәбит аға, оның алдында да ансамбль жетекшісі Нұрлан ағамыз келіп кеткен болатын, өзінің 3-4 шәкіртім бар деп айтты. Енді өзіңізге тоқталып өтсек, жалпы шәкірт дайындайсыз ба? Өзіңіздің шәкірттеріңіз бар ма жалпы? Мен шәкірт туралы айтсам, мен 15 жыл, 16 жыл Аягөзде жаңа айттым ғой, алдында айтып өттік, үрме аспаптар ансамблінде. Ол жерде военныйда ешқайда шығамайсың, сол забордың ішінде жүресің, болды. Шәкірттермен сол оркестрдің ішінде болды. Дастан деген жігіт, Дулат деген жігіт, Әділет, Алмас деген жігіттер бар. Қазір олар әлі служит етіп жүр. Сонда оркестрда жақсы жігіттер сол бар. Сол неде Аягөзде қазір. Ал енді бүгінде енді өзіңіз айтып отырдыңыз, арнайы білім жоқ, жалпы нота білмеймін деп айтқансыз. Нота білмейміз, бірақ тек қана гитарада емес, сонымен қатар барабанда, жаңағы Ямаха дейді, клавиатура, барлық біраз аспапта ойнайсыз, иә?
енді жалпы оларды үйрену бүгінде расымен де нота білмей оларды үйрену қиын ба? Білмеймін, енді бұл өнер қайдан келді деп мен анамнан сұраймын. Сен нағашыларың тобықты дейді. Болды, анашым, онда болды дедім. Сонымен сол шығар деп ойлаймын, содан шығар деп. Мен бір инструмент қоссам, өзі жаңа екінші инструмент қосылып ойналып кетеді да өзіме. Ямақ ойнап отырсам, мысалы, гитар ойнағым кетіп кетеді. Мысалы, гитар ойнасам, мысалы, домбыраға көшіп кетесің, мысалы. Сондайды өзі Алла беріп тұрады өзі. Еңбектенгеннің арқасы ма деймін. Былай қарап отырсақ, көп жылдық тәжірибенің де арқасы бар ғой бұл жерде. Көп жылдық тәжірибенің арқасы бар. Жаңа ең үлкен ағамды бәрі консерватория бітірген, түгел оқыған бәрі ағамыз, бәрі музыка жағынан жақсы, мықты. Марқұм күйші Рахым Тәжібаев Пішәкем, онда қонақта болып, ақырындап қолына қарап отырасың, не ойнап отырмын ба кісі деп, содан үйренгендерім бар сол кісіден. Керемет, жақсы. Енді Сәбит аға, мынаған тоқталып өтейікші, бүгінгі талантты жастарымыз өте көп. Осы ән саласында жүргендерге тоқталып өтсек, жалпы оларға, жастарға бүгінде қаншалықты қолдау білдіріліп жатыр? Үлкен азаматтарымыз бар, ағаларымыз, аға буындарымыз, беделді орындарда отырған сол кісілердің жалпы бүгінде жастарға деген қолдау қаншалықты деп ойлайсыз өзіңіз? Енді білмедім, жастар тоймен көтеріліп жатқан шығар деймін. Бәрі тойда ғой, жас әншілер, мықты әншілердің бәрі. Жақсы қазақ әндерін жарқыратып, тойда болса да тойдың өзіміздің қазақтың ең бірінші алдыға қоятыны ғой. Кейбіреулер айтып жатыр, тойдан басқа ешқайда бармайды деп, енді ол дұрыс емес деп ойлаймын. Концерт қояйын десе, концерт қымбаттау шығар деп ойлаймын, сахнаны арендаға алып. Тоймен ақ шығып жатыр ғой біздің қазақтардың аты. Бүткіл желіден қарасаңыз, қазақтың әндерін шетелде қойып, шетелде билеп жатқан жерін байқаған шығарсыздар өздеріңіз. Соған қарап риза боласың. Мысалы, өзіміздің Димаш ағамыз, Димаш Құдайбергенов, бүкіл әлемді бағындырып, жалпы қазақтың атын, жалпы қазақтың көктігін көкке желбіретіп жүрген азамат қой. Енді жалпы өзіңіз жаңа әндер тағы да қашан жалпы жаңа хиттер шығару жоспарда бар ма? Мысалы, бүгінде Нұрлан ағамыз бар, Заттыбек ағамызға хит ән жазып жатырмын деді. Оның жалпы аранжировкасы біткен. Алла қаласа осы келесі, осы жазда шығып қалады деген. Енді өзіңізде басқа біреуге ән жазып, сөзін жазу болмаса бір әндерін, орындарын қойып беріп жаңағындай рәсім әрлейді ғой әнді. Сол сияқты жұмыстармен айналысасыз? Осы Димаш ағадан кейін өзімнің әндерім бар. Қаңлы қыздары деген, Қаңлының қыздары деген әнім бар. Жазылмай жатқан. Өзіңсіз қиын екен деген, 95-тен бері әлі жатыр. Өзіңсіз қиын, жас кездегі жазған әндер. Жыламашы деген әндерім бар. Соларды осы жаңағы Нұрекеңмен ақылдасып отырмыз осы. Заттыбектің өлеңі біткеннен кейін Димаш ағамызды алдыға қойып отырмыз да, біз ең бірінші соған салысып отырмыз. Сол өлеңдер біткеннен кейін, жарыққа шыққаннан кейін барып, Құдай қаласа өз әніме кірісеміз. Алға ең алыстағы сүйгенім деген әнім бар. Қарап отырсақ, расымен де сол 90 жылдардан бері жазылған әндердің бәрі махаббат жайлы екен. Махаббат жайлы, енді ол жас кездегі жазған әндер ғой. Сөзінде, әнді өзім жазған ол кезде. Ол кезде тіпті гитара да жоқ. Сол кейіннен әйтеуір ұмытып қалмайын деп бір дәптерге жазып түйіп қойғам, әйтеуір сол әнді жаттап алғам, есімде қалыпты. Сол кейіннен гитара әйтеуір пайда болды ғой 2000 жылдар. Содан аккордтарын тауып әйтеуір шығарып қойдым. Ямахаға салып дайындап. Керемет. Тамаша. Енді Сәбит аға, әрбір ақын, әрбір әншіге келсең, өзіндік бір айтады, сөзін жазған кезде біреуді қиялдап отырып, біреуді ойлап отырып шығады деп, біреудің айтады, жаңағындай шабытым ашылып, табиғатқа қарап, отаныма, жеріме қарап жазылды дейді. Сіздің әндеріңіз қалай жазылды? Мен білмеймін, былай енді іштей ғашық боласың ғой енді бала кезде. Бірақ мен ол кезде әкеме көмекші болып жүрген кезде жаздым. Мал бағып жүрген Матай жақта, құмда. Сонда түнде келем, шаммен
бір күнде есіме түседі мал бағып соны жазып қоямын ақырын сөйтіп жүріп мал бағып жүріп жазған өлеңім жаңағы 3 өлең жыламашы, өзіңсіз қиын екен деген әндер. Керемет. Енді ол сөз жазылады, енді әні қалай келеді? Әні өзім кеп тұрады. Иә. Мен ана шетелдің музыкасын көп тыңдадым да, мен әндерім бәрі жаңа қазір тыңдайсыздар, алыстағы сүйгенім сол шетел жаққа қарай кетіп қалған да. Керемет. Енді қолқа салып сол алыстағы арманым дедіңіз? Алыстағы сүйгенім орындап берейін. Ғашық болдым жүрегіңе асылым, сен ойладым күндіз түні ғашығым. Келші маған, келші күнді ұзатпай, өмірімнің саған берем асылым. Сүйіп қалдым бір көргеннен өзіңді, тауыспашы жүректегі төзімді. Келші маған, келші менің сүйгенім, жерге жақпай жүректегі сөзімді. Алыстағы сүйгенім, жүрегіме түйгенім, жүрегімнің тапшымын. Сағынамын өзіңді, сүйем деген сөзіңді. Ғашықтық бір күйдемін. Іздеп барам күтші мені лағылып, жас жүректің тыңдашы сен ағынын. Іздеп барам, іздеп келем асылым, жүрегімді торламасын тағымым. Алыстағы сүйгенім, жүрегіме түйгенім, жүрегімнің тапшымын. Сағынамын өзіңді, сүйем деген сөзіңді. Ғашықтық бір күйдемін. Алыстағы сүйгенім. Бәрекел, не деген керемет ән. Тамаша, бәрекел Сәбит аға. Қарап отырсақ, уақытымызда өз мәресіне жетіп қалыпты. Сәбит аға, сізбен сұхбат құрып, әніңіз тыңдап отырғымыз келеді. Әрине, бірақ уақыт шектеулі. Арнайы ат терлетіп, алыстан келгеніңізге көп рахмет. Енді өнер адамдарына тек қана шығармашылық сәттілік тілейміз, жұмыстарыңыз оңынан болсын дегіміз келеді. Әмин, рахмет. Өздеріңіз аман болыңыздар, сіздерге де табыс тілеймін. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше.